Біз бүгін қымыран көже істейміз. Оған керегі күріш, жүгері, ұн, қымыран қосамыз. Суымыз қайнап жатыр. Жуылған күріш саламыз. Енді жүгеріні саламыз. Енді жарты қасық тұз саламыз. Енді жүгері мен күрішті пісіреміз. Күріші мен жүгерісі пісіп жатыр. Енді ұнын шаямыз. Ұнды шайғанда ұнды араластырып отыру керек. Іртігі болмау керек. Міне ұнымыз пісті. Енді бұны құйып аламыз. Енді міне құйып алдық. Енді бұны суытамыз. Міне күрішіміз бен жүгері пісті. Енді бұны құйып алып суытамыз. Міне ұнымыз пісті, суыды. Енді бұның үстіне жүгері менен күрішті қосамыз. Міне күріш пенен жүгерінді қостық. Енді бұның үстіне қымыранды құямыз. Қымыран көжеміз дайын. Енді дәмін көрейік. Ал енді дәмін көрейік. Қалай болды екен? Ой, дәмі керемет әдемі екен. Жеңіл. Әсіресе мына ораза кезінде осылай істесеңіздер, сіздерге жақсы болады. Өзі жеңіл, ішінде бүкіл тамақтар бар. Күріші бар, жүгерісі бар. Ұн шайылған қою. Асқазанға да жақсы, бұл өте жақсы тағам. Күшті. Күшті. Жесең тамақ, ішсең сусын. Жазды күнде осылай істеу болады. Сусын сияқты. Көже ғой енді, көже. Сондықтан қымыран көже деп айтады. Оразаға өте жақсы.